Көбінесе клиент бізде білте сатып алған кезде свеча, ол жаңағыдай сұрайды, тексеріп бересіз ба? Я, біз тексеріп береміз, бізде әр немізде дүкенімізде мынандай аппарат бар тексеретін. Бірақ бүгін біз мынандай ана кезде бір көліктен мынандай білте шешкенбіз. Байқасаңыз, мына жақта міне коронарный із бар. Соны мына аппаратқа саламыз, өзімізге қызық болып тұр эксперимент ретінде. Мына жақта мысалы ескі свечаны қоятын болсақ, 13 атмосфера болып тұр. Міне қараңыз. Ескі свеча, ол да тоқ беріп тұр. Жаңасын салдық, оталмады. Күйіп тастап жатыр. Күйіп тастау себебі көп. Енді мен келесі видеода көрсетейін деп жатырмын. Күйу деген не? Неге цилиндрді күйіп тастайды? Осы стенд арқылы міне бірден істеп тұр. Искра беріп тұр, бірақ неге цилиндр үшін күйіп тастайса оталмайды. Свеча жаңа болса да, фактор көп өйткені оның ішінде. Бірақ күйу туралы неге күйіп тастады екен, сол туралы айтамын.